Бәріңе сәлем оқырмандар. Диана мен Хамрақұлдың жұптық қарым-қатынастары ендігі шынымен бәрі біткен секілді. Негізінде екеуінен шынымен той күткен едік, ата-аналары да бір-бірінің танысқан еді ғой. Тойға жай қадаммен болсын келе жатқан еді. Ендігі Диана Астанаға көшетін болып шешті. Жұмысында, жататын үйінде тауып қойған. Қалың киімдерді алып алам и күшті бір фирмаға білмеймін, басындай жерге жұмысқа кірейін деп жатырмын. Хамрақұл болса бір жазбаларында ара қатынастан шаршағанын айтты. Сөзге келетін болсақ былай деді: шынымды айтсам ара қатынастан өштім. Қатты энергиям асып-тасып тұратын, сөніп барам. Ұрыс керістерден қатты шаршап кеттім. Көрермен мен қолдаушылардан да ұят болып кетті. Қанша ұрыссам да білдірмеймін десем де болмайды. Бірге түскен фото мен видеоларды алып тастауға асықпаймын. Қой татуласамыз ғой. Қаншама адам үміт артып отыр ғой деп істемеген нәрсеңді істедің дей берген соң, оданша істеп сөз естейік деп айтқым келеді. Адам сәл-пәл ойлану керек, тек жылана бермей, бәрінің айтатыны үйленіп алсаңдар тынышталады дейсіздер. Қайдағы үйленбей тұрып 3-4 баламыз бар сияқты қырыламыз. Қазір ештеңе демеймін, ойланып дұрыс жолды таңдаймыз деген үміттемін. Астанаға өзгеріп барайын. Жаңа қала деп. Бір оқырман пікір қалдырып кетіпті: неге историяда Астанаға кетем 3-4 күнде деп шығарып отырсыз? Значит, хама көріп сізге келу ғой ниетіңіз, солай болатында сияқты дейді. Отношение халық алдында бастаған соң мені жеке тұлға Диана деп танығандар бар. Әр сторисімді күтіп отыратын оқырман кісілер бар, который жақындай болып кеткен жандар. Ал хамоны везде жысыға салғамын келген күнде де мен кешірмеймін. Мен жұмыс таптым, үй бар. Арман мақсатымды орындау үшін кетіп бара жатырмын. Ал әрбір сторис үшін әр адамға ақталмаймын. Қалай қабылдасаңыз да, ол өз жұмысыңыз. Бақытты болыңыз деп оқырманына жауап берді. Шыны керек, бір жағынан қарасақ екеуінің арасында осындай кикілжіңдер көп болған. Бірақ соңында айналып келіп, түбі қосылып жүрген еді. Ендігі бір ерекше жағдай болып тұр. Астанаға көшкелі жатыр қызымыз. Үлкен бір өзгерістер күтіп тұр. Екеуінде бәрі жақсы болсын. Екеуіне де бақыт тілейміз. Диана өз мақсаттарына жетсін дегім келеді. Жаңа қалада. Хаму мүмкін тағы бір күресіп бақыт үшін бірге қосылып кетер алдағы уақытта.